Sen şattanarsın kuanıp, Құттықтап келдім seni, Қолыма сыйлық алып, Түсінген менің жанымды, Мен үшін жансың қадірлі, Арнаған туған күніңе Қабыл ал осы әлемді. Туған күнің, туған күнің, туған күнің құтты болсын бүгінгі. Мереке бұл сыйлайтын шаттығы мол. Тілейтінім қалауыңдай өткізіп 5 күндік мынау ғұмырды. Бақытты бол, тек қана бақытты бол. Арналған бүгін сен үшін, құрметтің бәрін қабылда. Дәл осы болған туған күн. Ассалаумағалейкум, арда қазақ. Бүгінгі мерейлі және анамыздың мерейлі 60 жасына қош келдіңіздер. Önümden benim oyan Ал енді анамыз шашу шашып жатыр, сондай шашу шашылатын қуаныш той көп болсын ағайын. Осындай көптай тәтті өмір сүріңіз, аман есен ортаңызда жүріңіз, ұрпақтарың қуанышпен қасында 100-ге дейін анашым ұзақ өмір сүріңіз деп осындай тәтті тортын сізге арнап жатыр. Осылай енді анаяқтан пырша-пыршасын шығарып алып келеді енді. Көрдіңіздер ма? 100 деген ағай өзіңіз ойланасыз ғой. Ал енді жаңа ролик дайын болды ма? Дегенменен сөйлеп қалған дұрыс шығар, туғасын шабытымның сәтті жері. Сіз көргіші, осы болсын, тамады музыканттардың ақ тілегі. Аман болыңыз. Бола берсін көп мейлі, әйел деген әдемі ғой, әдемілік ешқашан артық кетпейді дейді. Әдемі болып жүре беріңіз, аман болыңыз. Мана жылап отқан бір жиыңыз бар ғой, кішкентай. Берсін басыңа, қырғауға қиялап, бірдіңде жоғалап, қыдыр келсін қасыңа, қыдыр келіп есігіңді ашсын, дәулетің судай тассын. Балаларың бақытты болсын, ұлдарың ұяда болсын, қыздарың қиялда болсын, құмыр жасың ұзақ болсын. Пеште әумин
отында әлі қалғансың. Енді сен жақсы болмасаң, мұның бәрінде сен қанатыма жимас едің. Жаңағы көріп жатырмыз, бәрімізді қуамыз. Бүгін немерелеріңді, жиендеріңді қанатыңа бәрін қаумалап, бәрін деген қасында алып жатсың. Енді тек жаңа айтып жатыр ғой, өзің бауыр бірінің ішім жоқ, бірақ та дей тұрғанмен мына жаңа Әлиясының айтып жатыр. Бәрінде қой, базарымызда енді де денсаулық керек бірінші және. Олыңды ұяға, қызымды қияға қондырған екенсің, ендігі шақта тек денсаулық. Денің сау болсын, тек жарқырап арамызда жүреді. Ал бәріңізде деген дендерің сау болсын, үлкен кісі болып отырғандарың көр болсын. Осындай жақсылықта, мынадай тума-туысқан болып, жақсы дастарханда жайлы отыра бересің. Мына балаларыма да, тамада балаларыма, мына өлең айтқан балаларыма да көп рахмет. Бүгінгі күн жақсы өтті. Рахмет. Құрметті қалайық, мынау енді біздің құрдасымыз, кластасымыз, яғни айтқанда жәниямыздың бүгін дейтін өзінің жекеменшік мейрамы. Енді мынау жекеменшік мейрамың дейтін құтты болсын жәния, денің сау болсын, әрқашанда мына балдарыңның алдында беделді бақытты ана болып жүре бер. Сен әуелде мектепте қалай болдың, әлі сол қалпыңда марсың, түйесің, бәрінде көтересің, соныменен әлі арқалап көтеріп келе жатырған жағдайың бар. Міне көріп тұрмыз. Тек қана саған денсаулық тілейміз. Біздер дейтін мына 77-ші жылы мектепті бітірдік, содан кейін мына жәнияны көп көрген де жоқпыз шыны керек. Осы соңғы кезде ғана араласып жүрміз, мына қыздары, күйеу балдары. Қалған уақытта дейтін енді естісеңіздер дейтін мына класстастар жиналып жатыр деп, қыздар особенно жәнияны жіберіп тұрыңыздар біздің ортамызға. Біздер енді көп қалған жоқпыз, қазіргі уақытта санаулы класстастар қалдық, құрдастар. Мінекей алдымыз 60-тан асып, артымыз 60-қа жақындап қалдық, аяғымызды басып. Қазіргі уақытта бәріміз де зейнеткерміз, зейнеткерлік жасқа жеттік. Енді сол зейнетіміздің қызығын бірге көрейік бәріміз де дейтін. Енді айтайын дегенім мынау дейтін, керемет, жақсы, зәулім үй салғансың. Үйің дейтін кіріп келгенде музей сияқты, іші толған баланың күлкісіменен ойыны, соның әрмен қарай жалғаса берсін. Қай уақытта да саған тек қана бақытты ана болуыңа тілектеспіз. Жаңа құдағайың да айтып жатыр, біз де тілектеспіз. Қай уақытта да енді курортқа барып, демалып, мына сенің күйеу балдарың ұл болып кеткен уже саған, ол қыздарыңның қызығын көріп, бақытты ана болып. Енді баршаңызда қазіргі уақытта дейтін қараймын, кілең ғана дейтін немере сүйіп отырған анамыз, атамыз бәріміз дейтін. Сондықтан да бәрімізде ұрпақ қызығын көрейік. Бәрімізге аман болып, осы тойдан тойға баса берсін. Бәріне сәлем. Қазіргі уақытта бәрімізде жан-жақтамыз. Айнала дейтін асып мынау және Өзбекстанға кетіп әйтеуір қайтып келді ортамызға. Енді кетпейді ғой деп ойлаймыз енді. Ал енді бәріміз осы туған күнді дейтін қонақтықты жақсы өткізейік. Мына енді біріншіден шаңырағың құтты болсын. Мерейтойың 60 жасың құтты болсын, денің сау болсын, ең бастысы ауырма. Мына немере жиендерімнің қызығын көріп, немере сүйеуге жазсын, Алла тағала. Енді мына отырған үлкен кісілер аман болсын, ортамыздағы ақылшы болып отыра берсін. Енді барлықтарына жақсылық тілеймін. Енді мына күйеудің алдымыздан çok қарсы алатын рахмет. Енді қыздарың енді дастархан әзірлеп жатыр. Енді сенің туған күніңді жасап, дендері сау болып деп осылай жақсылықта кездесе берейік енді. Жақсылық тілеймін енді. Туған күн құтты болсын тағы да.